Сіз оның жанынан күнде өтсеңіз де байқамайсыз. Өйткені ол көз алдыңызда ағашқа айналып кететін тірі елес. Оның жұмулы көздері сізді аңдып тұр. Армысыздар жануарлар шындығы арнасының ең қырағы, ең ізденімпаз көрермендері, сүйек жейтін қырандар мен өз денесін бөлшектейтін Халк бақадан кейін бүгін біз сіздермен бірге Оңтүстік Американың ну ормандарына аттанамыз. Бүгінгі кейіпкеріміз табиғаттың ең үздік камуфляж шебері, ғылымда Поту, ал халық арасында елес құс деп аталатын жұмбақ тіршілік иесі. Бұл құс кәдімгі үкілер мен жапалақтарға ұқсағанымен, олардың өмір сүру айласы мүлдем бөлек. Ол ешқандай қозғалыссыз апталап ағаш болып қалай тұра алады? Оның үлкен, қорқынышты көздерінде қандай құпия жатыр? Видеоны өткізбей соңына дейін көріңіз, өйткені бұл құстың өмір сүру стратегиясын көргенде табиғаттың шеберлігіне таң қалмасқа шараңыз қалмайды. Дәл қазір экран астындағы подписаться батырмасын басып, лайкты аямай басып жіберіңіз. Елес құстың құпиясын бастаймыз. Елес құс біздің даламызда кездеспейді. Оның негізгі отаны орталық және оңтүстік Американың ылғалды тропикалық ормандары. Оларды Мексикадан бастап Бразилияның Амазонка джунглилеріне дейінгі аралықта кездестіруге болады. Бұл құс өскен ағаштардың арасында адам аяғы баспайтын көлеңкелі әрі ылғалды жерлерде өмір сүргенді ұнатады. Олар өмір бойы биік ағаштардың бұтағында тұрады. Жерге өте сирек, тек аса қажеттілік туғанда ғана түседі. Бұл құстың Потудың сыртқы келбеті нағыз мультфильм кейіпкерлеріне ұқсайды. Оның денесіне мүлдем үйлеспейтін өте үлкен, дөңгелек сапсары көздері бар. Бұл көздер түнде жарықты өте жақсы шағылстырып, оған қараңғыда керемет көру мүмкіндігін береді. Оның қауырсындарының түсі сұр қоңыр және қара дақтардан тұрады. Бұл түстер кәдімгі шіріген ағаштың қабығынан бірден-бір айнымайды. Оның тұмсығы кішкентай болып көрінгенімен, аузын ашқанда кәдімгі шабақ ұстатын алып қапқа айналады. Оның аузының үлкендігі сондай, өз басының өлшемімен бірдей болып ашылады. Енді ең басты шок фактіге келейік. Бұл құс күндіз мүлдем ұйықтамайтын құс. Бірақ ол күндіз ешқандай қозғалыс жасамайды. Ол күндіз көзін тас жұмып, тұмсығын аспанға қаратып, тік болып тұрып алады. Осы сәтте оны ағаштың сынған бұтағынан айыру мүмкін емес. Жанынан адам өтсе де, жыртқыш жақындаса да қозғалмайды. Ғалымдар бұл құстың қабағын зерттеп таңғажайып жаңалық ашты. Потудың жоғарғы және төменгі қабағының арасында кішкентай екі саңылау тесік бар. Ол көзін толық жұмып тұрса да, осы саңылаулар арқылы айналаны 360 градусқа түгел көріп, бақылап тұрады. Яғни жаулары оны ұйықтап жатыр деп ойлайды. Ал шынында елес құс бәрін көріп тұрады. Күн батып, қараңғылық орнағанда бұл құс өзінің ағаш кейпінен шығып, нағыз аңшылыққа кіріседі. Оның қанаттары үкілердікі сияқты өте жұмсақ, ұшқан кезде ешқандай дыбыс шығармайды. Ол ағаш басында отырып, жанынан ұшып бара жатқан ірі түнгі көбелектерді, қоңыздарды, шегірткелерді, кейде ұсақ жарғанаттарды аңдиды. Жемтігі жақындағанда орнынан тез атылып шығып, өзінің алып аузын үлкен етіп ашады да, жәндікті ауада қағып жұтып жібереді. Ол өте аз энергия жұмсап, тиімді аң аулайтын шебер құс. Бұл құстың көбею процесі де басқа құстарға мүлдем ұқсамайды. Олар өте жалқау ма, әлде камуфляжға тым сенімді ме, ешқашан ұя салмайды. Аналық Поту ағаш бұтағының кішкентай табиғи шұңқырын немесе сынығын тауып алады да, соған тура бір ғана жұмыртқа салады. Ата-анасы жұмыртқаны кезектесіп басады. Күндіз еркегі үстінен басып, ағаш кейпіне еніп отырады, ал түнде аналығы ауыстырады. Жұмыртқадан шыққан балапан әппақ мамық болады. Балапан 2 айға толғанда ата-анасы сияқты
тік болып ағаш бұтағына ұқсап тұруды үйренеді. Олардың камуфляжы сондай күшті, тіпті жыртқыш құстар ұяның үстіне қонып кетсе де балапанды байқамай ұшып кетеді. Потуды елес құс деп тек түрі үшін атамаған. Оның түнде шығаратын дыбысы адамның зәресін ұшырады. Ол түнде орманда кәдімгі адамның қайғылы жылағанына немесе ыңырсыған айқайына ұқсас өте қорқынышты дыбыс шығарады. Жергілікті үндістер ежелден бұл құстың дауысын естігенде, бұл орманда адасып өлген адамдардың рухы жылап жатыр деп қорыққан. Бұл дыбыс олардың бір-бірімен байланыс жасау және өз территориясын қорғау тәсілі болып табылады. Міне достар, көз алдыңызда ағашқа айналып жұмулы көзбен сізді аңдып отыратын елес құс туралы таңғажайып шындық осындай. Табиғаттың мұндай жаратылысын көрген кезде сұлулық пен қорқыныштың қатар жүретініне тағы да көз жеткіземіз. Сіз осыған дейін көзін жұмып тұрып айналаны көре алатын құс бар екенін біліп пе едіңіз? Егер бұл ақпарат сізге ұнаса, пікірге елес құс деп жаза кетіңіз. Жануарлар шындық арнасына қолдау көрсетіп лайк басуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода бұдан да қызық кейіпкермен кездесеміз. Сау болыңыздар.